Балалар, бізде қолымызда үнемі микробтар жүретінін білеміз бе? Иә. Микробтар жүрмес үшін қолымызды не істеу керек? Сабында жуу керек. Сабында бәрдайым қолымызды жуып жүруіміз керек екен. Микробтар қандай жағдайда пайда болады? Далаға шыққанда, Және де әжетханаға барғанда, ойыншықтармен ойнаған кезде қолымызда көптеген микробтар пайда болады екен, иә? Енді осы микробтарды зерттеп көрейікші. Әнекей мынаға ыдысқа су құяйық. Енді осыған микробтарды шашайық, иә? Микробтар көп шашылды. Қолымызда көп микробтар толып кетті. Енді не істейміз бұны? Сабын сумен жуамыз. Қанекей қолымызды сұйық сабынға салайық. Енді осыған батырыңдар микробтарға. Не істеді балалар? Қараңдаршы, микробтарымыз қашып кетті. Көрдіңдер ме? Сабынды судан қорқады екен, қашып кетеді екен микробтар. Сол үшін не істейміз енді? Қолымызды жуамыз. әрдайым сабынды сумен жуып жүреміз. Енді балалар, келесі мына жерде қараңдаршы, микробтар толы қолдар тұр. Енді осы қолдағы микробтарды балалар сабынды сумен не істейміз? Жуамыз. Мінекей ала ғой. Амина. Сыртын жай ғана сүртеміз микробтарды. Көрдіңдер ме балалар? Қолымыздағы микробтар не істеді? Жоқ болып кетті. Енді балалар, үнемі қолымызды не істеуіміз керек? Сабындап жуып жүруіміз керек екен. Қолымызда әйтпесе микробтар көп болып пайда болып ағзамызға кіріп кетеді. Ағзамызға кіргеннен кейін ауырып қаламыз. Микробтар болмас үшін, сол үшін міндетті түрде ұмытпай далаға ойнап келген кезде, серуеннен келген кезде қолдарыңды сабындап жуып жүріңдер, иә? Рахмет деп айтайық. Рахмет.